Ордабасылық оқушылар шеру ұйымдастырды. Оған 100-ден астам жас өрен қатысып, жас ұлан ұйымына ант қабылдады. Ауқымды шараға аудан әкімі келіп, республика күнімен құттықтады. Жас ұлан өскелең ұрпақты жоғарғы рухани адамгершілік құндылықтар, гуманистік, демократиялық ұстанымдарға тәрбиелейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын ұйым қатарына қосылатын оқушылар саны артып келеді. Сондықтан мамандар елдің патриоттарын тәрбиелеу үшін аянбай еңбек етпек. Шараға қатысқан зиялы қауым өкілдері жас жеткіншектерге көк галстук тағып, сәттілік тіледі. Құрметті мерекелік шараға қатысушылар, ұстаздар, оқушылар, сіздерді бүгінгі ұлы мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жас ұлан жастар ұйымына мүше болып отқан жастарға алдағы болашақтарына осындай жетістіктерді тілеймін. Ел сенімін ақтайтын білімді, білікті, озат, еңбекқұмар, отанын, ата-анасын құрмет тұтатын азамат пен азаматша болуларына тілектеспін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Мерекеміз құтты болсын. Темірлан ауылы Амангелді жалпы орта мектебінің оқушысы Жанерке Бақытжанқызы республикалық бірыңғай жас ұлан ұйымына өтті. Ол білімді, саналы, үлгілі ұрпақ болуға, ел мен жерді, ата-ананы құрметтеуге ант берді. Бүгінгі күн маған өте қатты ұнады. Маған бұл галстукты әкім байлап берді. Мен өте қуаныштымын. Салтанатты шараға қатысқан мектеп оқушылары өз өнерлерін ортаға салып, бірі шерумен ән салса, өзгелері флешмоб жасады. Ауқымды шараға қатысқан аудан әкімі аймақтың үздіктерін марапаттады. Индира Есентай, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.